Міне тауға құрылыс салынбайды дейді ғой. Қараңыздар, қазып тұрып мына жерге. Цементті құйып жақсылап. Үлкен қонақ үй салып жатыр мына жерге енді. Міне стройға кетіп жатыр. Мың жылқы деген жолдың бойына салып жатыр. Түсіруге болмайды дейді мына жерде. Құрылысшыларынан сұрасам, бұл жерде ресторан салынып жатыр дейді. Енді үлкен енді мынау ар жағы былай қарай кетеді, былай қарай өзенді жағалап таудың басына енді цементті құйып жатыр енді. Метрлеп 10 метр цемент құйып жатыр ау кемінде. Құрылыс тоқтаған жоқ таудың басында. Құрылыстар кетіп жатыр. Табиғатты құртып, құйылған цементтер ертең ештеңе шықпайды ғой жерге. Бұл частный территория деп қояды. Байлар үйістіп алып алады. Жеке меншікке. Табиғатымызда осындай керемет жерлерін. Сонымен ешкімді кіргізбейді. Тауға енді осындай табиғатымызға осындай ағаш үйлер салатын болса, эко үйлер салатын болса, оған ешкім ештеңе айтпайды ғой. Олар болса алтын шыққан жерді белден қаздып, қонақ үйлер салған төмен жаққа. Үйлер салған, жеке тұратын. Онан соң енді ресторан салып жатыр екен да. Үлкен өтіп енді. Міне осындай ғажап табиғатымызға салынған. Мына жердің барлығы цемент құйылған. Осындай керемет табиғатқа салынған қаңырап бос жатыр. Қанша жылдан бері. Сырттары тозып кетті. Адам тұрмағаннан кейін бұл жерде тозып кетеді ғой. Материалдар шашылып таудың басына салынған. Осылай қалып қойғанда. Қандай керемет табиғатымыз бар, қараңыздаршы, ғажап қой бұл. Гүлдер міне төменде. Қараңыздар. Керемет енді табиғатымыз. Осы таудағы заңсыз құрылыстарды айтып жатырмын ғой қазір. Сол осындай видеодан кейін шығады да көптеген дөкейлер таныстарын жіберіп, немесе қайдан алып алатын білмеймін мен телефоннан. Оларға қиын емес қой енді. Ондай дөкейлерге қолдары ұзын болады ғой. Хабарласып, қорқытып жатады да енді. Айтам да. Өзіміздің жерімізде осындай шындықты айтпағанда, кім айтады біз айтпағанда. Видеоңды алып таста дейді. Не себепті алам деймін да видео. Не себепті алам? Сол айтайын деген әр видеодан кейін осындай кішігірім мәселелер, кішігірім тау болып жатады. Хабарласып, дөкейлерін, таныстарын салып, солай болып жатады да. Мысалға, Болат Назарбаевтың тауды қоршап алып, ешкімді қарапайым халықты өткізбей жатқанын салдым. Онан кейін қаншама звоноктар келіп түсті. Онан соң АПКТ-дағы жаңа тіл мәселесі бойынша да. Ол кезде де қанша өз таныстарымды да салып араға. Ол тұрмақ жай ауылдағы мәселелерді көтердім ғой өзіміздің ауылдағы. Олардың өзінен кейін қаншама звоноктар келіп түсті да, байланысқа шықты да. Айтам да, сендерден де үлкендер шықты дөкейлер. Қоясаңдар бауырым, шындықты айтып туғаныңа жақпайсың дейді ғой. Енді барынша шындықты айтуға тырысамыз. Сол ұнамай жатады да көбісіне. Шығып қорқытпақшы болып жатады. Алладан қорқамыз. Бір Алладан қорқам. Видеоңды алып таста дейді. Видео не себепті алам? Мысалға тіл мәселесін көтердің ба? Тілді реттеңіз. Өз мәселеңізді шешіңіз ішіндегі. Онан соң алам видеоны. Ешін алмасқа. Сол мәселені реттеу үшін түсіреміз видеоға. Осы видео түсіріп жүрген бауырларымыз бар ғой, шарылдап, шындықты айтап. Ол өз қамдарын ойлап жүрген жоқ. Ең бастысы да. Айта аламын да. Өз қамын ойлайтын болса, басқа ондай мәселелерді көтеріп, басына проблема қылып, әр видеодан кейін кислородын қысып, өйткенше басқа блогерлер сияқты қыртың жартындарын түсіріп, жеген ішкендерін түсіріп, оңай жолмен де табысын тауып отыруға болады ғой. Жалпы мен өзім айтатын болсам, бір тиын таппаймын мен. Видеодан бір тиын теңге түспейді. Қолдан келгенше халқыма пайдам тигізу үшін, жоғарыға жеткізу үшін мәселелерді. Осылай ғана жетеді екен да, жоғарыға. Жалғыздың үні шықпайды, жаяудың шаңы шықпайды дейді ғой. Жалғыз айтқан жетпейді екен да, ол видеомен түсіріп айтатын болсаң,
халық қолдайтын болса сол жетеді екен жоғарыға. Сол себепті осы жолды таңдап видео түсіріп бастадық қой. Сол қазақ бауырларымызды өзіміздің қолдаңыздар. Түсіріп жүрген видео, шырылдап жүрген. Өйткені өзім көріп жүрмін. Көп кедергілер болады. Көп қиыншылықтар болады. Ол видео түсіру оңай болғанымен артындағы мәселелері қиын да. Сол себепті біріңді қазақ, бірің дос, көрмесеңіздің бәрі бос дейді. Бауырларымызды қолдап жүрейік. Сол айтайын дегенім. Дұрыс жағынан қабылдаңыздар, дұрыс жағынан түсініңіздер. Ал жаңағы видеоны өшіре сал деп осы бір аптадан алдындар шықты. Тағы бір видеома қадалып. Оларға айтарым, видеоны өшірмейді екем. Мәселен кешіңіздер, әңгіме жоқ, өшірем видеоны. Сол айтайын дегенім.